Ама сен неге аса болсың? Ей жарығым-ау, мен деген шаңырақ мынау кеше апаң жұмысқа келгенде шаңырақ жасап беріп еді. Соны әшекейлеп, әрлеп, мына қазақтың оюларыменен сәндеп жасап отырмын осыны. Осы сендердің балабақша мына үйдің шаңырағы сияқты шаңырақ көп. Сендердің балабақшаларыңа бұрышына естелік ретінде әдемілеп сәндеп қоюмен мына қазақтың ұлттық оюларымен берейін деп отырмын. Бізде осы күнделікті осындай ұлттық нақыштағы брошкілерді, небір нелердің бәрін осы семьяларымызбенен, балдарымызбенен, мектепте оқитын балдарымыз бар. Бәріміз бірігіп, атсалысып жасап отырамыз. Күнделікті жұмысымыз осындай. Бұл ою деген қай жерлерде де қалмайды, барлық жерге пайдаланады. Адамның үстіндегі киімдерге, бешпет, жадағай, осы мына отырған столымыздың үстінде де, дастарханымызда да барлық жерде пайдаланады. Оюдың әртүрлі неше түрлері бар ғой. Соны мен ойып отырған жайым бар. Апаның ойы қандай? Мына ойың қарлығаш ойуы. Мына қарлығаш ойуын сен қандай түспен бояғын келеді? Қызыл. Қызыл түсті таңдап бояймыз. Біздер күнделікті үйде осындай этнобүріштер жасаймыз. Аяла маған үнемі көмектеседі. Түрлі түсті бояп, оны арнайы ұлттық нақыштағы киімдерге безендіруге қолданамыз. Қазір біз арнайы енді брошканың үлгісін жасаймыз. Аяла өз таңдаған түсімен бояды. Бұл жерде неше түрлі этно бағыттағы брошкалардың үлгілері бар. Осыны қазір жасау барысын көрсетеміз. Сағымен боядысың. Сағымен бояйын деп жатсың. Қазір мына сенің қарлығаш оюыңды кептіріп, мынандай әдемі брошка жасаймыз.